Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика пәні 2-ші сынып, тақырыбы 109-ші сабақ өткенді бекіту. Сабақтың мақсаты қосудың ауыстырымдылық терімділік қасиеттерін тиімді есептеулер жүргізу үшін қолдану. Психологиялық дайындық. Кәне, барлығымыз бірігіп отырып айтайық. Кәне, біздер ойлайық, ойымызды жинайық, қандай есеп болса да, шешпей оны қоймайық. Қазіргі сенің көңіл күйің қандай? Өте жақсы, керемет. Біреуін көрсетеміз. Оқулықпен жұмыс. Бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ауаның ластану көздерін ата. Өрнектердің мәнімен сәйкестендір. Өсу ретімен айт делінген екен. Балалар, енді осы жерде көріп тұрғандай суреттерге назар аударайық. Бірінші суретті қарайтын болсақ, бұл жерде балалар өндірістік ластану. Яғни бұл жерде біз әртүрлі зауыттан шыққан түтіндер көріп тұрмыз, ол біздің ауамыздың ластануына әкеліп соғады. Екінші суретте не көріп тұрмыз, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Орманның өртеніп жатқанын көріп тұрмыз. Яғни бұл да біздің жаңа ауаның ластануына әкеліп соғады. Үшінші суретте көліктерді көріп тұрмыз. Көліктерден шыққан газдар, түтіндер, олар да ауаны ластайды. Төртінші суретте тұрмыстық қалдықтарды көріп тұрмыз. Яғни біз күнделікті өмірде жаңағындай тастаған әртүрлі қалдықтарымыз ол да біздің ауамызды ластауға әкеліп соғады екен. Енді балалар осы суреттердің астындағы өрнектерге назар аударайық. Енді қарайық. Бірінші 4 пен 4-тің көбейтіндісі. Балалар, 4 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар. 16-ға тең болады. 16 бізде қай суреттің тұсында тұр екен? 16 бізде, балалар, тұрмыстық қалдықтарда тұр екен. Жарайсыңдар. Екінші өрнекті оқиық. 4 пен 3-тің көбейтіндісіне 5-ті қос дейді. Яғни бұл жерде, балалар, бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар. Бірінші көбейту амалы орындалады. 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. 12-ге 5-ті қоссақ 17. 17 деген, балалар, ол өндірістік ластану. Яғни өндірістік ластануға апарып қоямыз. Келесі өрнекті оқи қояйық. 2 мен 5-тің көбейтіндісін бірге қосамыз. Балалар, барлығымыз білеміз, бірінші бізде көбейту амалы орындалады. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10. 10-ға 1-ді қоссақ 11. 11 бізде қай жерде тұр, балалар? Дұрыс айтасыңдар. 11 бізде табиғи ластануда тұр. Жарайсыңдар, балалар. Соңғы өрнекті оқиық. 4 пен 9-дың көбейтісіне 20-ны қос дейді. Яғни көбейту амалын бірінші біз орындаймыз. 4 пен 9-дың көбейтіндісі 36-ға тең. 36-ға 20-ны қосатын болсақ, балалар, қаншаға тең болады? 56. 56 деген, балалар, бізде көліктер деген суретке сәйкес келіп тұр екен. Балалар, жарайсыңдар. Бірінші тапсырманы біз жақсы орындадық. Кітабымыздың 15-ші бетіндегі 2-ші тапсырма. Карточкалардағы өрнектерді пайдаланып, тура және тура емес теңдіктер құрастыр. Балалар, біз теңдік және теңсіздік құрастыруды бұрыннан білеміз. Ендеше бұл тапсырманы біз өз орнымызда отырып орындайық. Оқушылар, енді 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар, кері есеп құрастырып, оларды шығар. Автокөлік бір жұмыс күнінде ауаға шамамен 9 килограмм пайдаланылған газды шығарады. 4 автокөлік бір күнде ауаға неше килограмм пайдаланылған газды шығаруы мүмкін? Кәне, балалар, есепті өз бетімізбен орындап, шығарып көрейік. Сосын барлығымыз отырып тексереміз. Уақыт кетті, балалар. Кәне. Шығарып болсақ, енді есебімізді тексеріп көрейік. Пайдаланылған газ 9 килограмм, автокөлік саны 4. Барлық пайдаланылған газ белгісіз килограмм. Шешуі 9 көбейтілген 4 тең 36-ға.
Яғни балалар 9 пен 4-тің көбейтіндісі 36-ға тең. Жауабы 36 килограмм газ шығарылуы мүмкін. Балалар, сендер де дәл осылай шығарды деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Балалар, бізде 4-ші есеп салыстыруға берілген екен. Салыстыруды біз балалар шығара аламыз. Ендеше бірінші өрнекті оқиық. 5 пен 4-тің көбейтіндісінен 18-ді азайтамыз. Екінші өрнегі 6 мен 4-тің көбейтіндісінен 15-ті азайтамыз. Яғни балалар, бірінші 5 пен 4-тің көбейтіндісі нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар, 20-ға тең болады. 20-дан 18-ді азайтсақ, 2-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Келесі 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24. 24-тен 15-ті азайтсақ, 9-ға тең. Жарайсыңдар балалар. Енді 2 мен 9-ды салыстырамыз. Яғни 2 кем 9-дан кем таңбасын қоямыз. Осылай барлық өрнектерді салыстырып шығамыз. Балалар, үйге тапсырма. 5-ші, 6-шы есеп, 15-ші бет. Бүгін сабақта не білдік балалар? Не үйрендік? Не ұнады? Қандай көңіл күйде болдыңдар? Қай кезеңі қиындық туғызды? Келесі сабақта қай кезің қайталағанды қалар едіңдер? Қай кезде түсінбедіңдер балалар? Соны маған айта отырыңдар.